Былтырғы оразадан қарыздарым бар. Биыл ораза ұстай берсем бола ма? Осы сұрақ интернетте ең көп кездесетін сұрақтар. Бірінші айтар едім, әлбетте ұстау керек. Былтырғы оразада қарызым бар екен деп, бір күн қарызым бар екен деп, биылғы 30 күн, Алланың мейірімінен құр қаламыз ба? Жоқ. Сол себепті біздің ғалымдарымыз не деді? Былтырғы оразадан қарыз қалып кеткен бір күніңіз болса, немесе бірнеше күніңіз болса, оны әйтеуір бір өміріңіздің бір кезеңінде өтесеңіз болды. Бірақ ерте өтегеніңіз өзіңізге жақсы. Өйткені сіз қай уақытта дүниеден өтіп кететініңізді білмейсіз. Бірақ былтырғы оразадан қарызым бола тұра, биылғы оразаны ұстай берсем бола ма? Иә, болады, дейді біздің ғалымдарымыз. Сол себепті бір күніңізге бола, немесе бірнеше күніңізге бола, тағы да 30 күн ораза ұстамай, оны да қарыз қылып алмаңыз. Сосын келесі оразаға дейін оны да ұстамай, тағы да қосылып өмір бақи ораза ұстамай кетпеңіз, Құдай сақтасын. Бисмилла, биылғы оразаны бірге тұтайық.